Бүгін Ресей сарапшылары Еуразиялық одақ аясында ортақ валюта алтынды енгізу мәселесін күн тәртібіне қойды. Экономистер құнсыздану мен дағдарыстан шығудың бірден бір жолы ортақ валюта аясында доллар бағамымен күресу керек деп есептейді. Казахстана, конечно, как Қазақстан шикізат елі болғандықтан жақын арада жағдай өзгере қоймайды. Бірақ мемлекеттік қарызымыз төмен. Бірақ біз қосымша қордың қаржысын теңге бағамын ұстап қалу үшін оңды солды жұмсап шығынға баттық. Алдағы уақытта қаржы және экономика айдынындағы күреске дайын болуымыз керек. Ресейлік сарапшылар Еуразиялық қор нарығы Мәскеуде, ал орталық банк Алматыда болуы мүмкін деп болжап отыр. Әрине бастапқыда ортақ валюта әлсіз болады. Себебі қазір үш мемлекеттің ешбірі өзінің ұлттық валютасымен мақтана алмай отыр. Алайда экспортқа негізделмеген еуразиялық тауар айналымы мен қызметінде біртіндеп ортақ валюта енгізу арқылы біз соңында ұтамыз. Ал отандық сарапшылар ортақ валюта туралы айту әлі ерте деп санайды. Себебі Еуроодақ елдері ортақ валютаға көшуге 60-тан аса жыл жұмсаған. Оған қоса одан келер қауіп-қатерді де жоққа шығармайды. Еске салсақ, 2015 жылдың 20 тамызынан бастап теңге еркін айналымға жіберілген еді.